Сәлематсыздар ма? Сіздерге негізгі және туынды зат есім 3-ші сынып 71-ші сабағының ашық сабағының түсіндірмесін ұсынамын. Алдымен психологиялық ахуал орнатамыз. Күлімдеп күн бүгін, қарады маған да деп өздерін екі қолымен кеудесін ұстайды. Күлімдеп күн бүгін дегенде жаңағы қолымен күнді көрсетеді, аспанды. Қарады саған да дегенде бір-біріне қарайды. Сәлем деймін достарға, қолдарын бұлғайды. Сәлем деймін ұстазға, ұстазды қолымен көрсетеді. Балалар, бүгінгі сабағымыз біз критериалды бағалау. Бүгінгі сабақта біз өзіміз бағалап отырамыз. Ол үшін сіздерге мынандай транспортерді беремін. Транспортердің тілін осы тапсырмаларға орай жылжытып отырамыз. Ендеше үй тапсырмасынан бастайық. Нақыл сөздерді қатесіз жаз, яғни 19-шы жаттығу орындадық па балалар? Бір тексеріп шығасыңыз. Немесе балалар бір-бірімізге дәптерлерімізді берейік деп қасындағы баламен дәптерлерін алмастырып тез-тез орындатып тексертіп шығасыңыз. Нақыл сөздерді қатесіз жазған болса, бұл жерде 1 балл беріледі. Келесі, балалар, ендеше біз өткен сабақтарда алған білімдерімізді қайталап шығайық. Ол үшін асықтар шеңбері әдісі, яғни спеннер әдісі бұл айналады. Мына қоржынға біз асық жинауымыз керек. Кәнекей кім асық көп жинайды екен? Алдын ала бұл әдісті кішкене дайындық жасап көрсетесіз бала тақылдап тұру үшін. Ортасындағы асықты басса осылай айналады. Стрелка қай жерге тоқтап тұр? Сан есімге мысалдар келтір. 5, 4, 3 сұрақтар өте оңай. Зат есім деген не? Заттың атын білдіретін сөз табы зат есім деп аталады. Жаңағы түссе айналдырасыз. Сын есім деген не? Заттың түрін, түсін, сапасын білдірсе, ол сын есім. Айналып келсе егер зат есім деген не? Етістікке мысалдар келтір, жүгірді, ойнады деген сияқты. Осылай бірнеше қайтара, бір 5-6 балаға ма, әйтеуір осының барлығы шыққанша ма айналдырып шығасыз. Өткен сабақты біз бекіттік, ендеше жаңа сабаққа қарайық. Балалар, бұл не? Көз. Ал енді көз деген сөзге біз қосымша жалғап басқа сөз жасауға бола ма? Үстін түртсеңіз көзілдірік шығады. Көрдік па? Бұл енді көзілдірік, түбірі көз. Көз деген негізгі зат. Мына жерде мынау шықпай тұру керек. Қазір. Қарайық. Бұл не балалар? Көз. Көз деген сөзге қандай қосымша жалғанғанда басқа сөз шығады? Бұл не? Көзілдірік, яғни көзілдірік деген сөз. Ал бұл не? Домбыра. Домбыраның үстін бассақ, домбыра жоғалып кетеді. Домбыраға қандай сөз, қандай қосымша жалғаймыз? Ш. Домбыра ш. Домбырашы, яғни бұл жаңа сөз. Яғни бүгінгі сабақта біз негізгі және туынды зат есімдерді өтеміз. Мінеке қараңыздаршы, көз деген негізгі зат есім, енді оған қосымша жалғанғанда туынды зат есім бұл. Домбыра деген негізгі зат есім, ш деген қосымша жалғанғанда домбыра ш деген туынды зат есімге айналды. Ал жаңа сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырамыз және негізгі және туынды зат есімді анықтаймыз, яғни ажыратып үйренеміз. Мына сын есім етістік дегенді оқымайсыз. Балалар, ендеше ай мектептің мультфильмі бойынша біз жаңа тақырыпты меңгеріп алайық. Бұл жерде 1 минут жарым видео бар, өте керемет, соны көрсетіп шығасыз. Мен дауысын басып тастап едім. В общем, осындай видео. Айтады, бөлекте жіберемін. Сонда балалар ережені айтып шығайықшы. Жаңағы ай мектептен қарады ғой, сонда түсінікті болған шығар. Зат есім сонда негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есім, негізгі зат есім, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейді. Мысалы, мынадай. Ережені айтқызасыз, жаттатасыз. Ал енді балалар, сабақты түсіндік пе, жоқ па, оны білу үшін біз мына сөздерден туынды зат есім жасайық. Ол үшін бізге қалқандар ойыны көмекке келеді. Қалқандар ойынын ойнап жіберейік. Қалқан деген мынау. Енді қараңыздар. Сый дегенге лық жалғаймыз ба, ғамашы ма? Егер шыны жалғасақ, мынау мимо кетеді. Ғаны жалғасақ, бұл да темейді. Ал лықты жалғасақ, жауабы шығады. Келесі, 5-6 бар осындай. Оқу,
Лар ма? Оқулар дегенде жаңа сөз шыға ма? Жұрнағы емес, лар деген көптік жалғау. Оқуды, оқушы. Балалар табады ғой енді. Мен шығайын деп шығады ғой. Шығара беріңіз. Туынды зат есім ас, пас. Келесі. Бала. Балақай. Күшті ойын осындай. Құлын да. Құлынды, құлын шақ. Келесі. Кітап қана. Бітті. Ал енді сабақ түсінікті болған болса, біз ұжымдық жұмыс жасаймыз, яғни оқулықпен жұмыс жасаймыз. Өте ұзақ жаттығу екен. Енді әуелі өзіңіз оқисыңыз, балаларға оқытасыз, бөліп-бөліп, осы мәтінді әбден талдайсыз. Бұл мәтінге 5 балл беріледі. Жартысы мына жерде, сыймағасын екінші бетке салдым. Мінеки, осыған 5 балл беріледі. Манағы үй тапсырмасын орындағанда мынау бірде тұрды ғой. Айтпақшы, мынаны шығарып аласыңыз. Мінеки, транспортер бағалау деген бар. Көрсетіп жерем, братыла, әр нәрсені бір А4 бетке үшеу шығады. Осыны шығарып аласыңыз. Мана стрелканы шығармай-ақ қойсаңыз болады. Ламинаттайсыз. Ламинаттағанды бала былай кетіріп жазатын маркермен бірінші үй жұмысын орындады ма, мынаға стрелка қояды. Екінші тапсыр тағы, екінші манағы жаттығу бар ғой. Сол жаттығуға 5 ұпай берілсе, мынау уже 6-ға барады. Манағы бірді кетіріп тастайды, 6-ға барады. Немесе стрелканы шығарып мынаған бекітсеңіз болады. Братцы деген нәрсе бар. Сондай затпен бекітсеңіз болады. Ол мыжып, мынаны айналдырып отырмай, ең оңайы жазып кетіретін маркер. Осы транспортер бағалау. Домбыра деген сияқты ғой мынауда. Мінеки, бірінші мәтінді оқиды, талқылайсыңыз, сіз оқисыз, балалар оқиды, жартысын сіз, жартысын балаларға оқытың. Сосын мазмұн сұрақтар арқылы сұраңыз. Сосын мәтіннің негізгі ойы не? Мәтіннің негізгі ойын анықтайсыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады. Яғни балалар, кәнекей осы мәтін бойынша сұрақтар құрастырайық. Аяғда кім өмір сүріпті? Бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел қандай кісі екен? Әйел өте шебер кісі екен. Ол нені қалай күнелтіпті? Торқа орамалды жібекпен күнелтіпті. Мынау оқулықтың соңғы жағында мынандай түсініксіз сөздер бар. Содан торқа деген сөздің мағынасын түсіндіріп жіберіңіздер. Сосын бір күні әйел өзі кестеленген орамалдарын базарға сатуға апарады. Енді қарамен жазылған сөздер бар ғой мына жақта. Айтпақшы, сұрақ құрастырады. Содан кейін қарамен жазылған сөздерді, мына мазмұны деген ұзақ болып кетті. Қарамен жазылған сөздердің сұраққа жауап береді, оған 1 балл беріледі. Содан кейін мына жалғасы бар. Мәтін мазмұны бойынша деген жаңағы мәтін пікір білдіруге бағытталған сұрақтар жалғастырып көр. Мынаған жалғасын табады. Өшім ұжың жатты ғой мынау. Сонда да енді өзіңіз таңдаған тақырып болғасын, осыны құрастырдым. Сосын деген мынаны қандай өзгеріс, шебер деген негізгі зат есім анықтайды, кестеленген деген, мысалы, туынды зат есім, кестелеген деген, туынды зат есім деп қойсын. Шеберлік деген, шеберлік. Осы сөздерді, жаңа қарымен берілген сөздерді бар ғой, талқылайды. Қандай зат есім? Туынды ма, негізгі ма? Сосын мынағында сөздерге сұрақ қояды, 2 балл. Сұрақ қояды, сосын соның айырмашылығын анықтайды дегенге 2 балл. Яғни өнер, өнерпаз. Өнер не? Өнерпаз кім? Сурет не? Суретші кім? Шебер не? Кім? Шеберлік не? Сый не? Сыйлық не? Көрдік па? Бұлар зат есім. Яғни негізгі зат есім, туынды зат есім талқылайды. Манағы мынаны жылжытуды ұмытпаңыздар. Енді бұл жаттығудың өзіне ұзақ уақыт кетеді, бір 10 минуттай кететін шығар. Минутты өздеріңіз қойып аласыздар, айтпақшы. Оқулықпен жұмыс. Себебі минутты неліктен өздеріңіз қоясыңыз? Өйткені әр сыныптың деңгейі әртүрлі болады. Мысалы, мен гимназия сыныпқа сабақ беремін, менікілер тез орындауы мүмкін да, кішкене жақсы балалар жиналғандықтан. Ал кейде жай сынып, инклюзивті балалар бар, сыныптар болса, кішкене ұзақта орындауыңыз мүмкін. Енді екінші тапсырма жұптық жұмыс. Жұптық жұмысты қазір жасап беремін. Мынаны ақылдасып отырып, қатесін түзеп дәптерге жазады ғой. Жасамай-ақ бірден дәптерге орындаса да болады жұптық жұмысты. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Өлеңшінің қолы алтын, өнерлінің сөзі алтын. Мына екі сөздің орнына ауысқан ғой. Өнерлінің қолы алтын, өлеңшінің сөзі алтын. Мынаны қатесін түзеп жазады, 1 балл. Туынды зат есімдер табады, өлеңші, өнерлі. Сөз құрамына талдайды, түбірі өлең, өнер, ші, жұрнақ деп кәдімгідей талдайды. Соған 3 балл беріледі мына жаттығуға. Енді үй жұмысын, енді ашық сабақ жасап жүрмін ғой көбі, вортбол немесе тағы бірдеңе қосасыздар ма, бізге платформа пайдаланың деп айтады дегесін, мынаны қосып қойдым. Қимыл мен билегеннен көрі дейді мұғалімдер. Енді мынаны түсіндіріп жіберейін. Мынау вортбол программасы, интернет бар болу керек бұған, және де осыны қосқаннан кейін сәл өзгеріс жасайсыз, қазір көрсетейін.
Біз жақта да интернет нашар болып тұр. Міне, мына вортполды ашқан кезде, манағы ссылка бойынша ашқан кезде, ссылка бойынша мынаны бірден баспайсыздар. Мына совпадение деген бар, екіншісі, соны басып жібересіздер. Түсінікті ма? Енді осыны басқанда фонын да өзгертіп қоюға болады. Мысалы, маған бұл ұнайды да. Фоны өзгертпесе де болады, бірден басып. Енді басайық. Бірінші жарты баланы шығарасыз ғой, 10 бала бар мына жерде. 10 бар. Дәрігер, мынаны былай стрелкамен әкеледі. Қап, шық, оқулық, ұзындық, биші. Осылайда кезектесіп, әр бала біреуін басса болады. Келесі 5 бала шығаттан, сызғыш, сусын, ойбай, мынау не затет? Құлыншақ, аспаз, сыйшы болып кетіп тұр. Онда мынау сыйлық, оқушы, неке. Енді келесі 10 балаға тағы орындатқыңыз келеді ғой. Мынаны басып жіберсеңіз болады міне. Найдите совпадение деп тұр ғой, соны басып жібересіздер. Ал уақыт кетті. Дәрігер басып жіберу керек. Бұл да қызықты негізінде. Оқушы. Осылай ұшады. Қап, шық. Өйстіп 20 балаға ойнатып шығасыздар. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Мінеке, мынаны басқанда манағы екіншіге түсесіздер. Топтық жұмыс. Бірінші негізгі зат есімнен туынды зат есім құрап жазады біріншілер. Мысалы жазып қойдым мына жерге түсінікті болу үшін. Мысалы, сый, қосулық, сыйлық. Мына қызылмен тұрма, мына жерге қызыл маркермен жазсын деген ғой. Болмаса кәдімгі маркермен жаза берсін енді. Қызыл маркер болса қызылмен, яқта. Көкпен жазады енді. Мысалы да достық немесе оқушы деген сияқты. 3 туынды зат есім құрайды ғой, оңай. Екінші, туынды зат есімді сөз құрамына талда. Мына аспаз деп жазады, түбірі аспаз жұрнақ деп көрсетіп қояды ғой. Мына жерге көзілдірікті де солай, мынау ойыншық, мынау сыйлық, мынау балапан, түбірі бала, пан жұрнақ деп көрсетіп қояды. Және топтық жұмысқа жақсы қатысқандарға 1 балл беріп тұрасыз ғой. Өздері қояды, өзін-өзі бағалау бұл. Және де 3-ші топтың тапсырмасы, мына жерден туынды зат есімдерді мына жерге теріп жазады. 2 дөңгелекті қиып алсаңыз да болады, немесе А4 қылып та қолдарына берсеңіз болады. Ламинаттап аласыз, маркермен жазады. Кемпір қосақты, мысалы, теңізші деген сияқты көшіріп жазады. Топтық жұмыстарды қазір көрсетіп шығайын сіздерге. Мінеке, топтық жұмыс, А3 формат, бірінші топ. Бұл бірінші топтың тапсырмасы. А3 формат қылып, үлкен қылып шығарып алыңыздар. Шығарасыңыз, ламинаттайсыңыз, жаңағы айтқан. Мынау 3-ші топтікі. 3-ші топтікін қиып алсаңыз да болады, 2 дөңгелекті, немесе дәл осылай тұрғанда шығарсаңыз да болады. 3 топтың тапсырмасын көрсеттім. Енді топтық жұмыстан кейін бізде Қанеке, сонымен балалар сабақта нені түсіндік, не өттік, зат есім қандай болып бөлінеді, негізгі және туынды. Негізгі зат есім деген не? Ережесін айтады. Туынды зат есім деген не? Ережесін айтады балалар. Ал кім тапқыр ойынын ендеше ойнап жіберейік. Бұларды ажыратамыз. Асықтағы сөздерді негізгі ма, туынды ма ажыратамыз. Сый, негізгі зат есім. Аспаз, туынды зат есім. Кітап, негізгі, күйші, туынды. Әзіл, орындық, оқулық, би. Бәрін ажыратып шығады, өте жақсы, керемет. Ендеше өзіміздің бағаларымыз бойынша, критерия бойынша қарап шығайық. Қанеке, кім қанша балл алды? Көбі 8, 9, 10 алу керек, барлық тапсырманы орындаған болса. Ал енді рефлексия тик-ток 2 бетке қойдым. Өйткені оқушы санына қарай. Бір сабақ ұнады дегенде 20 бала басылады. Ұнаса мынаны басады. Сан шығып тұрады. Пікірі болса, маған ұнады, бірақ мынадай деген сияқты. Мен түсінбедім деген болса, былай, бала сан 20-ға дейін болса жақсы да. Мысалы, бірден 11 бала түсініпті, 3 баланың пікірі бар екен, 2 бала түсінбепті деп. Екеу бұл, 2 бет. Үй тапсырмасын бересіңіз, сонымен сабақ аяқталды. Қымыжыны көрсетіп жіберейін. Қымыжыға ат жөніңізді жазып аласыз, слайдқа да өз ат жөніңізді жазып аласыз. Барлық жұмыстары мінеке. Мынау ай мектеп видео манағы
1 2 3 4 5 6 7 8 жұмыс бар. Осы 8 жұмыстың барлығы сіздерге беріледі.